Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен өзім жиі дайындайтын өте дәмді балалық шақтың дәмі корзиночки деген пирожныйлардың дайындалу жолымен бөлісемін. Бұл пирожныйлар жеңіл, әрі шығыны да қатты көп болмайды, тіпті тапсырысқа да дайындап сатсаңыздар болады. Толық грамдары мен мөлшерін төмендегі описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен пирожныйларымыздың үгітілмелі қамырын, яғни песочный тестасын дайындаймыз. Ол үшін үй температурасындағы сары майды үлкен ыдысқа салып, ағарғанша миксермен 3-4 минут араластырамыз. Майымыздың үстіне қант ұнтағын қосып, бір келкі болғанша араластыра береміз. Келесі кезекте жұмыртқаның сарысын қосамыз, ал ақуызын сүзіп алып шетке қоя тұрыңыздар. Одан кейін крем дайындайтын боламыз. Жақсылап араласқан массамызға қопсықышпен шым-шым тұз саламыз. Аз-аздан ұн қоса отырып, жұмсақтау, қолға жабыспайтын етіп қамыр елейміз. Қамырымыз дайын. Енді пакетке немесе пищевой пленкаға орап, көріп тұрғандарыңыздай жаймалап, тоңазытқышқа 30-40 минутқа салып қоямыз. Тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, сәл ғана ұн сеуіп, шамамен 5-7 мм етіп жаямыз. Осындай темір қалыпқа жайып алған қамырды салып, орташа қалыңдықта қолмен жайғастырамыз. Артық қамырды алып отырамыз. Піскен кезде қамыры көтеріліп кетпес үшін шанышқымен тесіп шығамыз. Енді осы қалыпты пісірмес бұрын 1 сағатқа тоңазытқышқа қоя тұрамыз. 1 сағат өткен соң қызып тұрған 220 градус пеште шамамен 15-17 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен себеттеріміз суығанша крем дайындаймыз. Кремін дайындауға қантқа су құйып, шетке қоя тұрамыз. Алдын ала жұмыртқаның сарысын ақуызынан таза кебу ыдысқа сарысы түсіп кетпейтіндей етіп бөліп аламыз. Осы ақуызымыздың үстіне ваниль қантын қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Ақуызды сүзген кезде өте мұқият болыңыздар. Егер де сәл кішкене сарысы түсіп кетсе, миксермен араластырғанда көтерілмей қалады.
Ақуызымыз сәл осылай көтерілгенде миксерімізді өшіріп қоя тұрамыз да қантты ерітуге кірісеміз. Орташа отта қантымыз ери бастайды. Қайнаған кезде термометрмен өлшеп тұрамыз. 125 градусты көрсеткенде лимон қышқылын қосып араластырып өшіреміз. Біздің сиропымыз осымен дайын. Енді бұл сиропты ақуызға құямыз. Құйғанда миксердің венчигіне тиіп кетпеу керек, әйтпесе ыдыстың шет жағына шашырап, креміміз дұрыс болмай қалады. Егер термометріңіз болмаса, бір 5-7 минут өткен соң кесеге суық су құйып алып, сиропты тамызып көресіз. Дайын болған сироп суық суда қатты болып қалады. Ол дегеніміз сиропымыз дайын. Егер де суда жұмсақ болса, әлі де қайнағаны дұрыс болады. Сиропты құйып болғаннан кейін де араластыруды тоқтатпаймыз. Міне, осындай формасын ұстап тұратын креміміз дайын болды. Осы жылы күйінде кондитерлік қапқа салып дайындап аламыз. Себеттерімізге кез келген жем немесе варенье салып, үстіне кремін құямыз. Енді әсемдейтін боламыз. Өте дәмді, өте нәзік пирожнойларымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Видеом пайдалы болса лайк басып, алда да пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қойыңыздар.